Бүгінгі дәрістің тақырыбы тыныс алу, оның жас ерекшеліктері және тыныс гигиенасы. Адам организмі үшін тыныс алу жүйесінің маңызы өте зор. Тыныс алу жүйесі дегеніміз организмге тотығу процесіне қажет оттегі кіріп, организмдегі зат алмасудың соңғы өнімі көмірқышқыл газы шығады. Егер адам тамақсыз тек қана сумен 60 күн өмір сүретін болса, ал сусыз 7-10 күнде өмір сүретін болса, оттегісіз 5-7 минутта өліп кетеді екен. Тыныс алуды шартты түрде 3 процеске бөлуге болады. Ең бірінші, сыртқы орта мен өкпе арасында газ алмасу, мұны сыртқы тыныс алу дейміз. Екінші, өкпедегі альвеоларлық ауа мен қан арасында газ алмасу. Үшінші, қан мен ұлпа аралық сұйықтық арасында газ алмасу, мұны ұлпалық тыныс алу деп айтамыз. Жалпы тыныс алу жүйесінің мүшелерін екі топқа бөлеміз. Ол тыныс алу жолдары мен тыныс алу орны. Тыныс алу жолдарына мұрын қуысы, жұтқыншақтың жоғарғы бөлігі, көмей, кеңірдек, бронхолар жатады. Ал тыныс алу орны ол өкпе болып табылады. Ең бірінші мұрын қуысына келетін болсақ, мұрын қуысы кеңсірік шеміршегі арқылы оң және сол жақ бөліктерге бөлініп, жұп танау арқылы сыртқа ашылады да, ішкі жағы қуан тесігі арқылы жұтқыншақпен қосылады. Мұрын қуысы шышты қабатпен қапталған, мұнда шаң-тозаңдарды ұстап, микробтарды өлтіретін және олардың сыртқа шығарылуын қамтамасыз ететін эпителий клеткаларының түктері бар. Және ол өкпеге баратын ауаны жылытып, ылғалдайтын қан тамырларына бай болады. Жалпы мұрын жолы жоғарғы, ортаңғы, төменгі деп бөлінеді. Мұрын жарғағы да сол сияқты жоғарғы мұрын жарғағы, ортаңғы мұрын жарғағы, төменгі мұрын жарғағы деп бөлінеді. Енді көмейдің құрылысына келетін болсақ, көмей 4-6 мойын омыртқаларының тұсында мойынның алдыңғы жағында орналасқан. Оны алдыңғы жағынан бұлшық еттер жауып тұрады. Екі жағында қалқанша безінің бөліктері орналасқан, ал артқы жағында жұтқыншақ жатады. Жалпы көмей тыныс алуға және дыбыс шығаруға қатысады. Көмейдің жалғасы кеңірдек болып табылады. Кеңірдек ол жартылай сақина пішінді, іші қуысты мүше, ұзындығы 10-11 см. Жартылай шеміршекті сақиналарының саны 16-дан 20-ға дейін жетеді. Көмей мен бронхоларды жалғастыратын кеңірдектің ұзындығы балаларда 4 см болса, 10 жаста 7 см, ересек адамдарда 10-12 см-ге дейін. Осы 4-ші және 6-шы артқа омыртқаларының тұсында кеңірдек екі бұтаққа бөлініп, сол және оң жақ бронхоларға бөлінеді. Енді өкпенің құрылысына келетін болсақ, өкпе оң және сол жақ өкпе деп екіге бөлінеді. Пішіні конус тәрізді келеді. Оң жақ өкпе сол жақ өкпемен салыстырған кезде жалпақтау болып келеді, әрі қысқа болады. Сол жақ өкпе ұзынша, ені қысқа болады. Оң жақ өкпе ойыс сайшалар арқылы 3 бөліктен, ал сол жақ өкпе 2 бөліктен тұрады. Өкпеге енген бронхолар тармақталып, майда ұсақ альвеолалар, яғни ауа тамырларын түзеді. Альвеолалардың қабырғалары жұқа қан тамырларының капилляларымен қоршалған. Өкпе альвеолаларының жалпы ауданы 200 метр квадрат болады. Мұндай құрылыс альвеолалардағы ауаның және қанның құрамындағы газдардың тез алмасуын қамтамасыз етеді. Жалпы жаңа туған сәбидің өкпесінің ұлпасы нашар дамыған, бірақ қан тамырларға бай. Алғашқы 3 айлығында және жыныстық жетілу кезеңінде өкпе қарқынды дамиды. Тыныс алу жиілігі де 1 минутта жаңағы 1 жасар балада 44 болса, 5 жаста 26, 15-20 жаста 20, 20-25 жаста 18, 25-30 жаста
16 рет болады. Жаңа туған нәрестенің кеуде қуысы конус тәрізді, сондықтан бала терең дем ала алмайды. Қабырға сүйектері қиғаштанғаннан кейін терең дем алатын мүмкіндік туады. Енді өкпенің тіршілік сыйымдылығына келетін болсақ, мұның сыйымдылығы дегеніміз дем алу, қосымша және қордағы ауалардың қосындысы болып табылады. Адам қалыпты жағдайда дем алғанда өкпеге 300-ден 500 мл-ға дейін ауа кіреді. Оны дем алу ауасы дейміз. Қалыпты жағдайда жай ғана дем алған соң, демді шығармай, күшеніп тұрып, тағы 1,5-2 литр ауаны сіміруге болады. Мұны қосымша ауа дейміз. Қалыпты дем шығарудан кейін дем алмай тұрып, тағы да күшеніп дем шығарып, 1-1,5 литр ауаны шығаруға болады. Мұны қордағы ауа дейміз. Жалпы балалар мен жасөспірімдердің өкпенің тіршілік сыйымдылығына салыстыратын болсақ, ер балалар мен қыз балаларда мұнда көрсетілгендей 6 жастан 17 жасқа дейінгі аралықты қарастыратын болсақ, мұнда ер балаларда өкпенің тіршілік сыйымдылығы жоғары болады екен. 6 жасында ер балаларда 1200 болса, қыз балаларда 1100, 7 жаста ер балаларда 1400 болса, қыз балаларда 1200, ал 10 жаста ер балаларда 1630 болса, қыз балаларда 1460 болады. Сол сияқты 12 жаста ер балаларда 1975, қыз балаларда 1905, ал 15 жасқа келгенде ер балаларда 2600, 17 жаста 3520 өкпенің тіршілік сыйымдылығы болса, қыз балаларда 15 жаста 2530, 17 жаста 2760 болады екен. Тыныс алудың нервтік және гуморальдық реттелуіне келетін болсақ, мұнда төменгі дәрежедегі тыныс алу орталығы сопақша мида орналасқан. Ол демалу мен дем шығаруға жауапты 2 бөлімнен тұрады. Жалпы тыныс алу орталығындағы жүйке жасушаларының қозуы қандағы көмірқышқыл газының концентрациясына байланысты. Мұны біз гуморальды фактор дейміз. Көмірқышқыл газының тыныс орталығына әсері 2 түрлі жолмен іске асады. Бірінші, нейрондарды қоректендіретін қанның құрамының тікелей әсері, екінші, рефлекторлы жолмен көмірқышқыл газының арнайы хеморецепторларға әсері. Бұлардан басқа рецепторлы түрде болатын тыныс алу мүшелерінің қызметінің реттелуінің маңызы үлкен. Айталық, дем алғанда өкпе керіледі де, оның қабырғалары және қабырға аралық бұлшық еттер мен диафрагмада орналасқан бара рецепторлар тітіркенеді. Оларда пайда болған импульстар орталыққа тепкіш жол арқылы сопақша миға барып, оның нейрондарының қызметін тежейді де, дем алу тоқтап, дем шығару басталады. Өкпенің керіліп созылуы тоқтасымен тыныс алу орталығына баратын импульстар тоқтап, нейрондардың қозғыштығы артады да, қайтадан дем алу басталады. Яғни тыныс алуда нервтік және гуморальдық жолмен реттеледі екен. Жалпы тыныс алу мүшелерінің қызметіне, сыртқы ортаның әсеріне келетін болсақ, мына құрсақ кезеңінде ұрық оттегімен плацента арқылы қамтамасыз етіледі. Оның жүйке жүйесіндегі тыныс орталығы 7 айлығында толық жетілгенімен қызмет атқармайды. Жаңа туған нәрестенің алғаш демалу механизмі қанда еріген көмірқышқыл газының концентрациясының тыныс алу орталығындағы жүйке жасушаларына әсер етумен байланысты. Бала тууларда плацентарлық қан айналу бұзылып, қандағы жиналып қалған көмірқышқыл газының концентрациясы артып, тыныс алу орталығының жүйке жасушаларына әсер етеді. Соның нәтижесінде тыныс алу орталығы белсендіріліп, тыныс алу механизмі іске қосылады да, бала алғаш рет дем алады. Егер әйел ұзақ уақыт босанатын болса, ұрықтың қанында көмірқышқыл газы көбейіп, баланың тыныс алуы жатырдан шығуынан бұрын шығуына әсер етеді. Ондай жағдайда баланың тыныс жолдарына ұрық сұйықтығы кіреді,
бала тұншығады, шетінеп кетуі де мүмкін. Жалпы бүгінгі дәрісіміз осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.